Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 7-ші сынып оқушылары, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 7-ші сыныпқа арналған бірінші ТОСАНның тжб тапсырмаларымен танысатын боламыз. Ең алдымен листинг бөлімінен бастайық. Оқушылар міндетті түрде арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тжб тапсырмаларын жіберу болмас үшін. Листинг бөлімі. Task. Listen to the interview with Mike and Kim Black and write no more than 3 missing words. You will listen to the recording twice. Сіздер бұл жерде Майк пен Ким Блактың диалогын тыңдайсыздар және түсіп қалған сөздерді жазу керексіздер. Үш сөзден артық болуға болмайды. Біріншісі, Mike and Kim live in the flat in the center of London. Mike likes London, but he thinks it is very expensive. Үшіншісі, they listen to a lot of rock music. Төртіншісі, Mike and Kim like to go out in their free time. Бесіншісі, they watch TV a lot, but they don't go to the cinema. Алтыншысы, Kim's brother is in the band called No Problem. Жалпы балл листинг бөліміне 6 балл беріледі, өте мұқият жазып алыңыздар. Егер сіздер листингті өзім тыңдаймын және практика жасаймын дейтін болсаңыздар, онда описание бөліміне листинг бөлімінің ссылкасын қалдырып кетемін. Reading бөліміне көшейік. Reading бөлімінде сіздерге әдеттегідей текст беріледі. Read the article about mobile phones and do the tasks. Яғни бұл жерде сіздер мәтін ұялы телефон, мобайл телефондар туралы болады, мобильді телефондар. Және осыған байланысты сіздер тапсырманы орындау керексіздер. Мәтінді өте мұқият оқып алыңыздар оқушылар. Өздеріңіз үшін тапсырманы толықтай түсіну үшін мәтінді оқып алуға кеңес беремін, ал мен жауаптарына көшемін. Біріншісі, how many British people are addicted to mobile phones? B варианты 40 million. Екіншісі, mobiles can be reason of cancer. C варианты. Үшіншісі, young people, C варианты, are among the biggest users of mobiles. Және 4-5-6-да сіздерге сұрақтарға қысқаша жауап бер деген. Қысқаша жауап деген ол yes it is, немесе no it isn't, немесе it doesn't деп жауап бересіздер. Мына жерде 4-ші сұрақты оқиық. Is radiation one of causes of cancer? Yes, it is. 5-шісі, is texting creating a new type of communication? Жауап, yes, it is. 6-шісі, does a mobile phone improve the marks of the learners? Жауап, no, it doesn't. Reading бөліміне де бізге 6 балл беріледі. Неке? Мұқият жазып алыңыздар. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Task. Choose one of the topics below. Answer the questions with appropriate details. Follow the questions. Use topical vocabulary and pay attention to the grammar. Сіздерге бұл жерде 2 тақырып беріледі. Сол 2 тақырыптың біреуіне сіздер мәтін құру керексіздер. Осы сұрақтарға жауап бере отырып шағын мәтін құрасыздар. Біріншісі ол Самның хобби туралы. Мінекей мына жерде Сам туралы жазып тұр. Sam, 19 years old, a programmer, has got a family. Give some information about Sam. What is his favorite hobby? Яғни осы сұрақтарға жауап бере отырып, мына бастапқы сөйлемді қолдана отырып, мәтінді толықтыру керексіздер. Және екіншісі ол Джон туралы. Джон 28 жаста, менеджер болып жұмыс жасайды. Және осы сұрақтарға жауап бере отырып, сіздер шағын мәтін құрастырасыздар. 2 тақырыптың біреуін қолдансаңыздар болады. Танысаңыздар. Мен бірінші тақырыпты таңдадым. Бірінші тақырып бойынша жауап берейін. Sam is 19 years old. He works as a programmer. Sam has got a family. Sam has many hobbies and one of his favorite hobbies is gardening. Now he is going to plant some flowers. To make a garden look nice, a person should love his garden. Take care of it and plant different flowers such as roses, sunflowers, daisies, and plant different varieties of trees and water them. Sam enjoys his hobby very much because the colors of these flowers that he plants make his garden look beautiful and he can enjoy a beautiful smell of flowers. Moreover, gardening helps him to stay calm and mentally healthy.
However, I don't like gardening because in my opinion it takes a lot of responsibility and the time to take care of flowers and plants. Writing бөліміне де 6 балл беріледі. Мен бірінші тақырыпты таңдап жаздым. Яғни мына жерде суреттерге қарай отырып жазу керексіздер. Келесі тапсырма бізде speaking бөлімі. Speaking бөлімінде сіздерге карточкалар беріледі. Карточкалар ол тақырыпқа бөлімге байланысты. Hobbies and leisures. Барлығында мінекей бірінші және екінші карточканың сұрақтарын оқып алыңыздар. Үшінші және төртінші 5, 6, 7, 8. Сонымен оқушылар, бұл жерде 8 карточка бар. Мен 8-ші карточкаға жауап бердім. Қалған карточкаларды сұрақтарын аударып, немесе өздеріңіз дайындалып, басқа карточкаларға да жауап жазсаңыздар болады. Ал мен 8-ші карточканың сұрақтарына жауаптар дайындадым. Бірінші сұрақ. Do you often use internet? I always use the internet every day. I check my emails when I get up in the morning. I use it for my studies all day and then I watch videos, read books or listen to music through it at night. Екіншісі, what information do you usually search on the internet? I usually search different kinds of information on the internet. If I am cooking some food, I search on the Google different recipes. For my studies, I search about topics that I am interested in and sometimes I search about celebrities and political news. Үшіншісі, how often do you communicate with people on the internet? The main tool that I use for communication with people is internet. Nowadays, there are different platforms on the internet such as Zoom, Skype, Instagram, WhatsApp. For example, I use WhatsApp every day to keep in touch with my friends and family. For my online English course, I often use Zoom platform to connect with my tutor. Төртінші сұрақ. Do you think it is comfortable to work on the internet? Work on the internet means working from home. Working from home is a lot more comfortable for lots of people. Employees can save a lot of their time and money since they don't have to travel so often, which means people will have more time for work and for themselves too. Less traveling will also help reduce traffic congestion and environmental pollution. Besides, working at home doesn't mean staying inside all day long. People can choose to work in their garden or backyard, wherever makes them feel convenient to work. Бесінші сұрақ. Can you believe everything that is posted on the internet? So, the internet is a great source of information. We can find on the information a lot of fake news and fabricated information. For this reason, I would not believe everything I see online, except if they are from an authoritative source. Жалпы, speaking бөліміне де сіздерге 6 балл беріледі. Осыны кәдімгідей әдемілеп тұрып айтып беретін болсаңыздар 6 баллды аласыздар. Дайындалып алыңыздар оқушылар, сіздерге дайын жауаптар берілді. Егер жоқ, мен басқа карточкаларға жауап бергім келеді десеңіздер, мінекей 6-шы және 7-ші, мынау 8-ші карточка, мен 8-ші карточкаға жауап бердім. 3, 4, 5-ші карточка және 1-ші және 2-ші карточка. Сұрақтарын алдын ала оқып, жазып, дайындалсаңыздар да болады. Жалпы балл, ТЖБ тапсырмасының жалпы баллы 24 балл. Баршаларыңызға 24-тен 24 алуды тілеймін. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар, сонда алдағы уақыттағы ТЖБ тапсырмаларын алғашқыларын бірі болып көре аласыздар. Өз ұстарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бүгінгі арнасы.